Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз африканский мотивпен квадратты оқитын боламыз. Яғни африканский гүлмен. Осы Ернард Дженс пен тоқимын. Мынандай түрі де бар. Және крючогым, күндегі крючогым, үшті крючок пайдаланатыным. Енді әуелі осылай кольцоның ішіне 16 столбик с накидом тоқаламыз. 2 воздушный көтерілемін. Енді осы жерге 15 столбик с накидом тоқимыз. Екеу болды бізде. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Тоғыз. Осылай 16 столбик с накидом тоқаламыз. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 столбик с накидом тоқаламыз. Мына жіпті қатты тартып бекітеміз. Енді бірінші ілмегіміз біздің мына ілмек. Осы жерге бір ілмекке өтіп аяқтаймыз. Тартып қиып алып тастаймыз. Енді осындай түс алдым. Енді әрбір 2 столбиктің арасынан тоқитын боламыз. Осылай кез келген жерден аламын да. Екі воздушный көтерілеміз. Енді осы жерге тағы 2 столбик с накидом, общий 3 столбик с накидом тоқимыз. Екі. Накид. Енді 1-2 столбик қалдырамыз да, келесі 2 столбиктің арасына осы жерге де 3 столбик с накидом тоқимыз. Накид. Келесі 2 столбиктің арасына осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Осылай айналдырып аяғына дейін тоқып келеміз. Аяғына дейін тоқып келдім. Енді осы бірінші көтерілген
ілмекке қосыламыз да бір ілмекке өтіп осыны қиып алып тастаймын. Енді біз осындай қызыл түсте жіп алдым. Енді осылай кез келген жерден алып бастаймыз. Мінекей әр 3 столбиктің арасындағы арқаға тоқитын боламыз. Осылай кез келген жерден алып бастаймын. Осылай кез келген жерден бастаймын. Мына жіпті тартыңқырап. Енді не бізде общий 2 столбик болды. С накидом. Енді 3 воздушный, 1, 2, 3 воздушный. Енді дәл осы жерге накидпен дәл осы жерге тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, осылай бір арқаға 4 столбик с накидом тоқимыз. Накид, енді келесі арқаға сразу өтіп кетеміз. Екі столбик с накидом тоқып аламыз. 3 воздушный, біреу, екеу, 3 воздушный. Дәл осы жерге екі столбик с накидом тағы да. Неке осылай аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз. Неке мен аяғына дейін тоқып келдім. Осылай болып шығу керек. Енді неке басындағы бірінші ілмекке осылай бір ілмекке қосыламыз. Бізді арқаға өтіп алуымыз керекпіз. Және бір ілмекпен осылай ортаға осылай өтіп аламыз. Енді мына әр арқаға тоқитын боламыз. Осы жерге 7 столбик с накидом тоқитын боламыз. 2 воздушныйымды көтеріп алдым. Енді 3 қылсаңыз болады. Енді осы жерге 6 столбик с накидом. Общий 7 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, келесі арқаға тағы да 7 столбик с накидом. Осылай айналдырып аяғына дейін тоқып келеміз. Өте оңай, еш қиыны жоқ. 3 болды. 4, 5, 6, 7.
Мінекей осылай айналдырып аяғына дейін тоқып келеміз. Мінекей мен аяғына дейін тоқып келдім. Осылай болып шығу керек. Енді мінекей мына жерде бірінші бастаған ілмегімізге осы жерге қосыламыз. Бір ілмекке өтіп, осылай қиып алып тастаймыз. Енді осы түсті қайтып аламын. Мінекей. Енді мінекей кез келген жерден мінекей мына столбиктің басындағы ілмектен бастап тоқимыз. Без накида столбик тоқып шығамыз. 7 столбиктің басына 7 ілмек тоқып шығамыз. Мінекей біреуін тоқыдық. Екінші столбик. Мына жерімізді осылай қосып, бірге алып отырып тоқып жібереміз. Осылай без накида. 2, 3, 4, без накида столбик тоқимыз. 4, 5, 6, 7 столбик без накида тоқып келдік. Енді накид аламыз да, мына жақтағы 2 столбикке мына жерден аламыз. Накид аламыз. Енді мына жақтан с накидом осылай тоқимыз столбик. 2. Енді біздің мына жердегі столбиктің басындағы ілмек мінекей мынау. Осыдан бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Мына жаққа аламыз. Осылай тартыңқырап, бостау қылып, мінекей артын бәрін бостау қылып, осылай с накидом столбик тоқимыз. Мінекей мына жерден аламыз. Бірінші ілмегіміз осы. Осылай аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз. Өте оңай. Осы қатарды да айналдырып аяғына дейін тоқып келеміз. Мінекей мен аяғына дейін тоқып келдім. Соңғы осы жерде ұмытып кетпейміз. Енді осылай бірінші ілмекке қосылып, бір ілмекке өтеміз де осылай аяқтаймыз. Осыны қиып алып тастаймын. Енді осылай ақ сабақ алдым. Енді ақ жіп алдым. Енді біз осылай мысалы мінекей мына жерден бұрыш шығарамыз. 4 бұрыш шығарамыз. Енді
әр екінші аркадан дейік осылай бұрыш шығарамыз. Неке мына жерге бұрыш шығарамыз. Мына жерге бұрыш шығарамыз. Мына жерге бұрыш шығарамыз. Осылай кез келген жерінен алып бастаймын. Неке мына жерден қазір неке шөбімізді алып, енді біз мына жерге қазір осы жерден бұрыш шығаратын боламыз. Сол үшін мына жерде мына ілмекті бір ілмек, екі ілмек, үш ілмек қалдырамыз да осы жерден бастасақ болады. Или мына жақтан да бастасақ болады. Бір воздушный көтеріп аламыз. Так, келесі ілмекке бір столбик с накидом, без накида, бір столбик без накида. Неке енді міне 1, 2, 3 столбик ілмекке так, келесі ілмекке накид алдық. Келесі ілмекке осылай жартылай ілмекті оқимыз. Столбик, яғни үшеуінде өткізіп аламыз осылай. Так, келесі ілмекке с накидом, толық с накидом бір столбикті оқимыз. Енді міне ортадағы, дәл ортадағы ілмекке осыған бұрыш шығарамыз. Осылай 2 накид аламыз. Дәл осы ілмекке тоқимыз. Үш воздушный аламыз. 1, 2, 3 воздушный. 2 накидіміз аламыз. Енді осының дәл түбіне 2 накидімізді жеке-жеке осылай тоқып аламыз. Накид, келесі столбикке с накидом бір столбигімізді тоқып аламыз. Накид, келесі ілмекке жартылай столбик с накидом. Енді мына жерге дейін тоқып келеміз, яғни мына жерге дейін. Неке мына жерде бұрыш шығардық, енді мына жерге бұрыш шығарамыз. Ол үшін неке мына жерде 1, 2, 3 ілмекті қалдырамыз да осы жерге дейін, мына жерге дейін без накида столбигімізді тоқып келеміз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, біреу, екеу, үшеу, сегіз болды. Так,
8, 9, 10, не 11. 11 столбик без накида тоқып келеміз осылай. Енді келесі ілмекке жартылай накидым, жартылай столбик, яғни үшеуінде өткізіп аламыз осылай. Келесі ілмекке бүтін столбик накидым. Енді міне ортадағы ілмекке бұрышымызды шығарамыз. 1, 2, 3 воздушныйымыз. 2 накид. Дәл осы жерге келесі ілмекке накидым, 1 столбик. Келесі ілмекке жартылай. Ары қарай без накида столбигімізді тоқып кете береміз. Жаңа 11 столбик без накида тоқыдық мына жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 11 столбик без накида тоқыдық. Енді мінеке мына жерге бұрыш шығарамыз. Осы жерге дейін, мына жерге дейін 11 столбик без накидаңыз тоқып келесіз. Мына жерге бұрыш шығарамыз, мына жерге бұрыш шығарамыз. Осылай айналып, мына жерге дейін енді өзіміз тоқып келеміз. Мінеке түсінікті деп ойлаймын. Мінеке мына жерге бұрыш шығардық, біреуін қалдырамыз. Мінеке мына жерге бұрыш шығарамыз, мына жерде біреуін қалдырамыз, мына жерге бұрыш шығарамыз. Осылай айналып келеміз. Мінеке мен аяғына дейін тоқып келдім. Енді осы басталған бірінші ілмекке осылай бір ілмекке өте алайық. Енді соңғы қатарымыз өте оңай. 2 воздушный көтерілемін. Енді әр ілмекке бір столбик накидым тоқитын боламыз. Накидымды алдым. Осындай жерде түбінен бүйтіп бір ілмек, бір столбик аламыз, накидым. Әр ілмекке осылай бір столбик накидым тоқып кете береміз. Ешқандай ілмек қалдырмай. Мінеке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. 17 ілмек. Міне ортада 11 ілмек. Мына жақта 3 ілмек, мына жақта 3 ілмек, мына жақта 3 ілмек, 6 ілмек. Мына 11 ілмек, сонда бізде 17 ілмек. Осы жерден 17 столбик накидым тоқисыз. Мына жақта 17 столбик накидым. Ал мына бұрышта енді міне бұрышқа келдік. Бұрышқа осылай 2 столбик накидым тоқимыз әуелі. Екі столбик накидым тоқыдық, 2 воздушный. Енді осы жерге тағы да 2 столбик накидым. Екі бұрышқа осылай тоқып аласыз. Енді ар жақта жаңағы 17 ілмекке 17 столбик накидым тоқып аламыз. Мінеке мына жерде бірінші ілмегіміз біздің. Біреу, екеу, 3,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, не соңғы 17 ілмек. Не бұрышқа 2 столбиктан 4 столбикті қоймыз. Ортасына 2 воздушный қалдырамыз. 1-2 воздушный. Осы бұрышқа тағы 2 столбик сынақ етім. Осылайша аяғына дейін тоқып келеміз. Түсінікті деп ойлаймын. Осылай аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз. Неке мен аяғына дейін тоқып келдім. Неке осы жерде де соңғы рядта да неке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, мына жақта 13, 14, 15, 16, 17 ряд, 17 столбик сынақ едім, тоқып аламыз. Енді міне бастаған бірінші ілмекке осылай бір ілмекке өтіп, осы жерде аяқтаймыз. Осылай аяқтап тастаймын. Неке бізде осындай квадрат пайда болды. Енді алдағы уақытта бұйырса осындай квадраттардан кардиган, жакет тоқитын боламыз. Жакетке өте әдемі кетеді. Бұйырса менімен бірге болыңыздар. Жакет пен кардиган тоқуға дайындаламыз. Менімен бірге болыңыздар.